Сәлем достар, сіздермен бірге Назидолка арнасы бүгінгі видеоменде жаңа сериалдардың бірі, ол менде Қалалық келіннің бірінші бөлімі болатын болады. Бүгінгі сериал сіздерге қызықты болатынына сенімдімін. Сосын лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып, тіркелулерді сұраймын. Бұл мен үшін өте маңызды, және де 700 оқырманға жеткізгендерің үшін үлкен рахмет. Енді 800 подписчикке жетейік. Алла сол күнге жеткізсін. Ендеше достар, мен осы сериалымды бастайын. Мыналар қайда кетті? Дәулеттер қайда? Қашан келеді? Апам ұйықтап жатыр еді. Оятып келейін мен барып. Апа, кірсем бола ма? Апа, тұрыңыз. Ей, не болып қалды? Балалар келді ма? Жоқ, әлі келмеді. Қашан келеді? Ай, олар бағана шықтыңыз дегені қайда? Қазір мен звондайын оларға. Ай, біреу келіп тұр, барып көрші. Жақсы. Ай, чай астың ба? Жоқ, чай асқан жоқпын. Неге чай аспағансың? Барып чай аста, сосын есікті аш. Балалар келген шығар енді. Жақсы болды. Тоқ, мұна аулаларын не бәле? Тур, жаң енді ауыл ғой бұл. Қатырасың сен, қалай емес қой. Бопты, жүрш енді. Сәлем бердік. Сәлеметсің бе кіші келін, қалың қалай? Жақсы, шүкір. Қаладан келіп қалдық 10 күнге. Қалайсыз жеңге? Ой, жақсы, шүкір. Алла деп жүріп қой. Кірсеңдер, шеғып тұрсыңдар. Мен шай асайын. Апам сендерді асыға күтіп отырған. Жақсы. Онда біз киімдерімізді жайғасайық, сосын сізге көмектесермін. Жақсы. Мен тез-тез келіңдер, көп күттермей. Я, кеттік. Мә саған. Жан, мынау не бәле? Мына шкаф не, мына төсек не құлайын деп тұрған төсек. Қалай жатам мен бұған? Енді бұл ауыл. Біздің келмегенімізге 1 жылдан асты. Қатырасың сен? 1 жыл бұрын вообще бұндай емес еді ғой. Вообще былтыр, яғни 1 жыл бұрын бұл вообще жаңа болып тұрған. Қайта кішкене жаңартып қойғандар ғой. Сұмдық айта алмаймын. Бірақ мен 10 күннен аса уақыт мен жатпаймын. Серьезно айтам. Мына төсектен құлап кететін жайым жоқ. Жақсы, киімдерімізді жайғастырайық, сосын апамыз күтіп қалған шығар, тез барайық енді. Кетек ұят болып қалар. Жақсы, онда мен киімдерімді жайғастырайын, енді не істейміз басқа. Мынау худой косметикаларымыз қайда қойсам екен, нарық қойсайыншы. Ой, неме? Так. Так, мынаны арқа қоя салайын. Сосын киімді тұрып алайын. Мен осы кие салайын, енді ұят болып қалар.
Негізі бұл киімді өзім әрең кием. Бұл тұрса жаңа үлкен абысын мен қинап киімдерді саған бірақ әдемі жарасады. Шынымды айтайын, өте күшті жарасады. Шын ба, сен ойнап тұрған жоқсың ба? Жоқ, ойнап нем бар? Мен шындықты айтатын адаммын ғой, сендей қатырақ кішкене. Жақсы сөзіңе сендім. Рахмет. Жақсы. Мынау менің пижамаға бодога. Мынау пижама, мынау мен тоже қалдар бір киімді алып келіппін енді. Так, менің телефоным. Мен енді өзімкін жайғастырайын. Так, мен мынамды кие салайын. Так, міне киімдерімізді жайғастырып алайын. Ол кейін нелерімізді мұны жаққа қоя салайық. Жүр енді. Кеттік ендеше. Так, мен енді шай құяйын. Осы Дана келін. Дана келін, енді сен біздің шайын жасайсың. Мен демалатын шығармын енді. Сіз көмектесетін шығарсыз. Келініне құры отырмау керек шығар енді. Жоқ, енді түске қарай демаламызға бағымыз. Әбет ішіп ағын. Оны айтып жатырым да. Жақсы. Айтпақшы Дәулет, сен тамам ішіп ағынсың ба? Иә, ішіп алдым. Сендер өздерің келмей кетіңдер ғой? Иә ба. Сонтақты қазір не істейсіңдер осы? Ой, апа, жұмыс қой, күн келіпті. 24 сағат жұмыста болып, кешке қарай шаршап әрең келеміз. Көп тұт. Дұрыс, қазір құр отырмау керек қой үйде, әйтпесе шың пысып кетеді. Дұрыс емес. Қалада не болып жатыр? Не жаңағы қалай жеттіңдер? Өздерің аман есенсіңдер ме? Қалада қойып тамақ ішіп жүрсіңдер ме? Ой, апа, біздің қалымыз жақсы. Аман есен жеттік ауылға. Қалада сол күйбің тіршілік. Не болып қалада? Квартирада тұрып, өзің жұмыс кетеді. Әсіресе демалыс күндері. Әйтпесе үйде отыратын уақыт жоқ бізде. Дұрыс. Осылай жұмыс жасау керек. Үйде құр отырмау керек. Үйде құр отыра берсең, не болып кетесің келін? Жалқау болып кетесің. Иә. Тамағыңыз дәмді болыпты, абысын. Ас болсын. Сендер үшін дайындалды. Дәмдісін ай. Өте дәмді болыпты. Қолыңдер көрмесін. Рахмет, апа. Біз және ғана тұрдық ұйқыдан. Қазір білесің, сағат таңғы 7. 6 демек па? Иә. Қазір көреміз. Шайда да өте дәмді. Иә, өте дәмді болыпты. Қолыңыздар көрмесін.
Жақсы, ендеше мен болдым. Астарыңыз дайынды болсын. Ал келіндер, мына таңғы астың ыдыстарын екеулеп жинап тастаңдар. Жарай ма? Содан кейін жинаңдар біреулерің. Біреуін кешке қарай 5-тің шайына бауырсақ пісіріңдер. Жақсы, апа, үйді де жинаймыз. Таңғы астың ыдыстарын да жинаймыз. Бауырсаққа да қамыр ашытамыз. Алаңдамаңыз. Жақсы, сендерге сендім. Жақсы, мен баламен сөйлесіп, залда отырам. Бірден керек болса, айтыңдар. Жақсы ма? Данажан, үлкен абысын Нұрсаядан сұра, жүре ма? Не керегін? Сол сам айтып отырады. Жақсы, апа, алаңдамаңыз. Балам, ауылға келгендерің жақсы болды. Сендерді әбден сағындым ғой. Апа, 10 күнге арендеңде демалыс алдық. Бастық ұрсады. Көп қалсақ жұмыстан. 10 күндей сол демалыстың орнына біз жұмыс жасайтын боламыз. Арен дегенде 10 күнге демалыс берді. Енді келесі 10 күн демалысқа келе алмайтын шығармыз, себебі сол келесі 10 күндік демалыста біз жұмыс жасаймыз. Осы 10 күндік демалыс алғанымыз үшін. Дұрыс. Айтпақшы, Данажан өзі үйренген секілді, осы ауылдың тіршілігіне, кейбір несіне, жұмысына сиыр сау алатын болды ма? Сиыр сау үйренді ме екен? Ана абысындарын сұраймаппын ғой. Ой, ана келіндерден. Енді сиыр сау алмаса да, енді үй жинау білет, кешкі тамақ жасау білет, ыдыстар жинау білет, қамыр ашыталады. Енді сиырдан үлкен абысын енді жеңгем сау алатын шығар. Жақсы, әйтеуір кешкі тамақ жасау білсе, үй жинау білсе, тамақ жасау білсе, кір жуатын болса, сондай жұмыстарды жасау білсе болды ғой. Ана сиыр сау, малдарды өске жіберу, соларды ана үлкен абысын жасай салады ғой. Айтпақшы, менің әнем көрінбейді ғой. Ой, ол бала деген бүгін қалаға кетті таң атпай. Жұмыс жасайын деп. Мама! Құлама? Мен келген жоқпын ба? Қаласа, менімен бірге бармай ма? Осылардікі әншейін сылтау, мен бар кезде үйде жоқ болады да. Ал мен қалаға кетіп қалған кезде үйде болады. Осы жынды ойдым қайта. Оны енді өзің ініңмен сөйлес. Мен айтқам, ағаң мен жеңгең келейін деп жатыр, үйде бол деп. Өзі күш бермей, бүгін жасап тастау керек, маңызды шаруаларым бар деп, қалаға кетті де қалды. Қалаға барай, жаны шарам оның ағасынан қашқан емес, сонша маңызды шаруасы болса, мен аға жасап бермейін ба? Үйде отыр. Болды, енді ашуланба, жарай ма? Қала ашуланбайсың енді. Әннің ағасынан қашса деген не сұмды ол? Сұмдығай. Балам, бүгінге әңгімелескеніміз жетеді. Қайырлы түн, уже кеш болды. Келіңдер, сендер де ұйықтаңдар. Ертерек тұрасыңдар, өздерің білетін шығарсыңдар. Жақсы, мен ұйықтаймын, сендер де ұйықтаңдар ары бері.
Жақсы апа, алаңдамаңыз. Жақсы апа, біз ұйықтаймыз. Сосын мына телевизорды да өшіре салыңдар. Түнде жанып қалып қалмасын. Әйтпесе шығыны көп шығып кетеді. Жақсы апа. Ал ұйықтайық, әйтпесе қазір енем ұрсып өрсе. Я, дұрыс айтасың. Тезірек ұйықтайық. Жақсы, қайыртын мен жаттым. Қайырлы түн.